Сәлем қазақ елі. Сіздермен Казкино арнасы. Бүгінгі шолуда сіздерге «Ғашықпын саған» атты фильмді мазмұндап беретін боламыз. Оқиға Алматының түнгі өмірінен басталады. Басты кейіпкер еңілік, сұлу, пысық, бірақ өмірдің қиындығынан жолдан тайған қыз. Оның кәсібі клубтарда ауқатты еркектерді арбап, қонақ үйге немесе пәтерге алып бару. Ол жерде ләззат сыйлайын деп жатқан сәтте, кенеттен шыңғырып, мені зорлап жатыр деп айғай салады. Артынан таныстары келіп, бай жігіттерді қорқытып, үлкен көлемде ақша бопсалайды. Бірақ кезекті аңшылық сәтсіз аяқталады. Батырханчик есімді бұзақы жігіт еңіліктің бұл ойынына көнбей, әжетханада оны шынымен зорламақшы болады. Дәл осы сәтте әжетханадан Арман есімді бейтаныс жігіт шыға келеді. Арман ойланып жатпастан Батырханчиктің мұрнын бет қылып сабайды. Үшеуі де полиция бөлімшесіне түседі. Батырханчик Арманның үстінен арыз жазғанымен, еңілік шындықты айтып Арманды құтқарып қалады. Бөлімшеден шыққанда Арман таныспақшы болғанда еңілік: «Алматы үлкен қала, енді жолықпаймыз» деп суық қоштасады. Келесі күні еңіліктің өмірі құрдымға кетеді. Университет ректоры оның түнгі клубтағы қылықтарын біліп қойып, оқудан шығарады. Еңілік ешкімге керексіз болып, жалғыз қалғандай сезінеді. Анасына хабарласқанда, анасы оған тек жылы сөздер айтып жігер береді. Еңілік жұмыс іздеп сабылады, бірақ еш жер оны қабылдамайды. Амалсыз ломбардқа барып, соңғы бұйымдарын өткізіп ақша қылады. Алайда тағдырдың соққысы мұнымен бітпейді. Автобуста бір ұры жігіт оның бүкіл ақшасын ұрлап кетеді. Кездейсоқ жүріп, еңілік балмұздақ сататын шағын дүкеннің алдынан шығады. Дүкен иесі баяғы Арман болып шығады. Арман: «Алматы сен айтқандай үлкен емес екен ғой», деп әзілдейді. Кешкісін жаңғыр астында қалған барар жері жоқ еңілікті Арман аяп, өз үйіне алып келеді. Еңілік амалсыз Арманның қол астында жұмыс істеуге келіседі. Бірақ жалақынды алдын ала бер деп талап қояды. Арман өзінің музыкалық альбомын шығаруға жинап жүрген бар ақшасын еш ойланбастан қызға ұстата салады. Сауда жүрмей тұрған соң, еңілік креативті идея табады. Ол Арманға гитарасын алғызып, дүкен алдында ән айтқызады. Арманның дауысына халық жиналып, балмұздақ саудасы қызып кетеді. Екеуі Алматыны бірге қыдырып, би кештеріне барып жақындаса бастайды. Арман сезімін білдіргенде, еңілік суыққанды жауап береді: «Қазір бәрі жақсы, бірақ ертең балалы болғанда ақша жетпейді. Сен басқа әдемі қыздарға қарайсың, ақыры ажырасамыз» деп бас тартады. Кешкісін еңілік және Арманның достары барлығы кафеге жиналып, еңілік Арманды өз подружкасы Гүлнұрмен таныстырады. Арман мен Гүлнұрдың тіл табысқанын көрген еңіліктің ішінде қызғаныш оянады. Кафеден шыққанда Арманның Гүлнұрды шығарып салуға кеткеніне шыдамай, ашуланып, қызғанып қалады. Ертесіне еңілік айқайға басып, Арманды жақсы көретінін мойындайды. Осы бір эмоционалды сәтте олардың артында дүкендері өртеніп жатқан еді. Көп ұзамай Арман жаңа көлік сатып алып, достарымен бірге оны жүрмелі балмұздақ машинасына айналдырады. Екеуі Алматының көшелерінде ән айтып, балмұздақ сатып, бақытты күндерін кешеді. Арман еңілікке үйленуге ұсыныс жасайды. Бірақ баяғы Батырханчик кек алу үшін бір топ баламен келіп Арманны аяусыз соққыға жығады. Ауруханада тексерілгенде, Арманның бойында бұрыннан жасырын келген рак, қатерлі ісік, ауруы өршіп кеткені белгілі болады. Химия терапия бастау керек. Арман еңіліктің алдында өзін кінәлі сезініп, оның қиналғанын қаламай, ауруын жасырып: «Давай, айырылсайық» дейді. Еңілік заттарын жинап кетіп бара жатқанда, Арман талып қалады. Шындық ашылады. Еңілік шок болса да, Арманды тастамай, онымен бірге аурумен күреседі. Ауыр күндер, химия терапия, үміт пен күдік алма кезек келеді. Соңында олар бұл сынақтан да өтіп, Арман аяғынан тік тұрады. Фильм екі ғашықтың үйленіп, дүниеге сәби әкелген бақытты сәтімен аяқталады.